Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Гүлмира биыл 50-ге толды. Бұл жасты ол ешқашан осылай қарсы алам деп ойламаған. Жас кезінде бәрі басқаша елестейтін. Үй, бала-шаға, кешке шай үстіндегі күлкі. Бірақ тағдыр оған басқа жолды таңдағандай болды. Ол шағын ауылдың шетінде ескілеу үйде жалғыз тұратын. Таңғы тірлігі бірдей. Ерте тұру, самаурынға су қою, үнсіз шай ішу. Үйдің іші тым-тыныш. Кейде осы тыныштық құлағын жарып жіберердей болады. Ауыл адамдары да оны ұмыт қалдырмайды. Әлі тұрмысқа шықпадың ба? Енді кеш емес пе өзі? Біреудің екінші әйелі болса да болар еді. Сыртынан айтылған осы сөздер жүрегіне баяғыдан қадалып қалған. Басында ренжитін, кейін үйреніп кеткендей болды. Бірақ шын мәнінде үйренбеген еді. Гүлмира бір кезде сүйген, шын сүйген, 25 жасында. Ол кезде жүрегі оттай еді. Болашаққа сенетін. Бірақ сол адам оны тастап, басқаға үйреніп кеткенде, Гүлмираның ішіндегі бір нәрсе мәңгіге сынғандай болды. Содан кейін ол ешкімді жақындатпады. Оның үстіне әкесі сырқаттанып қалды. Сол жылдары Гүлмира бәрін ұмытты. Өз өмірінде. Әкесіне қарады, жанынан шықпады. Жылдар өте берді. Бір күні әкесі де кетті. Сол күні Гүлмира шын мәнінде жалғыз қалғанын түсінді. Күздің салқын күн еді. Гүлмира базарға шыққан. Қолында ауыр сөмке, баяу жүріп келеді. Жел бетіне соғып, орамалының шетін желбіретіп тұр. Сол сәтте артынан бір дауыс естілді. Апай, көмектесейін бе? Гүлмира бұрылып қарады. Алдында 55 шамасындағы ер адам тұр екен. Үстінде таза, қымбат пальто. Түрі салмақты, көзқарасы нық. Жоқ, рахмет, өзім, деді Гүлмира әдеттегідей суықтау. Ұялмаңыз, ауыр көрінеді ғой, деп ер адам сөмкені қолынан жайлап алды. Гүлмира қарсыласпады. Бір түрлі. Бұл адамда бір сенімділік бар еді. Екеуі қатар жүріп келе жатты. Атыңыз кім? Деді ер адам. Гүлмира. Мен Арман. Қысқа ғана таныстық. Бірақ үнсіздіктің өзі бір түрлі жылы еді. Осы жақта тұрасыз ба? Иә, ауылда. Жалғыз ба? Бұл сұраққа Гүлмира бір сәт тоқтап қалды. Көптен бері ешкім оған бұлай тура сұрақ қоймаған. Иә. Арман басын изеді. Бірақ оның көзқарасында аяушылық емес, басқа нәрсе бар еді. Қызығушылық па, әлде түсіністік пе, Гүлмира анықтай алмады. Үйдің алдына жеткенде Арман сөмкені кіреберіске дейін апарып берді. Рахмет, деді Гүлмира қысқа ғана. Тағы да кездесерміз, деді Арман жай ғана. Гүлмира ештеңе демеді. Тек басын изеді. Арман кетіп бара жатты. Бірақ бір кезде бұрылып, сіз ерекше адам сияқтысыз, деді. Осы сөз Гүлмираның жүрегіне бір түрлі тиді. Ол өмірінде көп сөз естіген, бірақ дәл бұндайын ешкім айтпаған. Сол кеште Гүлмира ұзақ ұйықтай алмады. Көңілінде бір қозғалыс бар. Ұмыт болған сезім сияқты. Не болды маған? Деп өзінен сұрады. Бірақ жауап жоқ. Тек бір ғана ой қайталана берді. Бұл кездесу жай кездейсоқ емес сияқты. Сол кездесуден кейін бірнеше күн өтті. Гүлмира бәрін ұмытуға тырысты. Жай ғана кездейсоқтық деп өз-өзін сендіргісі келді. Бірақ жүрекке бұйрық жүрмейді екен. Ол базарға тағы да барды. Бірақ бұл жолы өзі де байқамай біреуді күткендей болды. Жоқ, Арман көрінбеді. Бітті, сол бір ақиқат болған шығар, деп ойлады ішінен. Арада бір апта өткенде кешкісін есік қағылды. Гүлмира селк етіп орнынан тұрды. Бұл уақытта оған ешкім келмейтін. Есікті ашқанда табалдырықта Арман тұр еді. Қолында шағын пакет. Сәлеметсіз бе, Гүлмира? Гүлмира бір сәт не айтарын білмей қалды. Сіз? Жақыннан сімсіз бе еді? Жоқсыбай кіріп шықтын. Рұқсат па? Гүлмира үнсіз ғана шетке ығысты. Арман үйге кірді. Үйдің іші баяқша, таза, бірақ тым-тыныш. Мынау сізге, деп пакет ұсынды. Ішінде жеміс-жидек пен тәттілер. Әуре болмау керек еді. Бұл әуре емес. Олар дастархан басынып отырды. Алғашқы минуттарда әңгіме ауыр басталды. Бірақ бірте-бірте ашыла бастады. Арман көп сөйлемейтін, бірақ айтқан әр сөзі нақты. Сіз бұл жерде жалғыз өмір сүріп жатырсыз. Қиын емес пе? Гүлмира жымиып қойды. Үйреніп кеттін. Адам жалғыздыққа үйренбеуі керек. Бұл сөз жүрекке тікелей тиді.
Гүлмира үндемеді. Сол күннен кейін Арман жиі келетін болды. Кейде хабарласып, кейде ескертпей келе салатын. Бір қызығы, Гүлмира бұған қарсы болмады. Керісінше, күтетін болды. Үйдің іші өзгерді. Бұрынғы суық тыныштықтың орнына енді әңгіме, күлкі, біреудің бар екені сезіле бастады. Гүлмира айнаға жиі қарайтын болды. Тіпті бір күні ескі көйлектерін шығарып көрді. Өзін әйел ретінде қайта сезінгендей еді. Бір күні Арман әдеттегіден тым үнсіз болды. Шай үстінде отырып, «Гүлмира, мен саған бір нәрсе айтуым керек», деді. Гүлмираның жүрегі дүрсілдеп кетті. «Айтыңыз». Арман бір сәт ойланып отырды. Сосын тура қарап, «Мен үйренгенмін». Бөлме іші бірден ауырлап кеткендей болды. Гүлмираның қолы дір ете қалды. «Түсінікті», деді жай ғана. Ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. «Бірақ», деп жалғастырды Арман, «мен ол әйелмен бақытты емеспін». Гүлмира бірден басын көтерді. «Оны маған неге айтып отырсыз?» «Себебі сен маған ұнап қалдың». Бұл сөзді Гүлмира күтпеген еді. «Жоқ, тоқтаңыз», деді ол орнынан тұрып. «Мен ондай нәрсеге бармаймын». «Тыңдап көр». «Жоқ». Гүлмираның дауысы алғаш рет қатты шықты. «Мен өмір бойы ешкімнің жолын кеспедім. Енді келіп, біреудің күйеуіне...» Сөзі аяқталмай қалды. Арман орнынан тұрды, бірақ ашуланбады. «Мен сені мәжбүрлемеймін, бірақ шындықты айтпай тұра алмадым». Ол есікке қарай беттеді. «Ойланып көр, мен сені жай қалдырмаймын». Есік жабылды. Сол түні Гүлмира көз іле алмады. Оның ішінде екі дауыс күресіп жатты. Бірі, бұл дұрыс емес. Екіншісі, сен де бақытты болуға лайықсың. Ол өмір бойы бәрінен бас тартты. Махаббаттан да, жылулықтан да, өзі үшін өмір сүруден де. Ал енді, тағдыр оған кеш болса да бір мүмкіндік беріп тұрғандай. Бірақ ол мүмкіндік таза емес еді. Таң ата Гүлмира терезе алдында ұзақ тұрды. Күн шығып келе жатты. Жаңа күн. Жаңа шешімге жақын күн. Ол сыбырлап айтты. «Не істеймін?» Арман кеткеннен кейін Гүлмираның өмірі қайтадан тыныштыққа батып кеткендей болды. Бірақ бұл жолы бұрынғыдай емес еді. Енді тыныштық ауыр. Ойлар маза бермейді. Күнде таңертең оянады, бірақ бірінші ойы, ол хабарласа ма? Бір апта өтті. Арман жоқ. Хабар жоқ. Сол кезде ғана Гүлмира бір нәрсені түсінді. Ол үйреніп қалған. 7-ші күні кешке телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір. Жүрегі бірден зу ете қалды. «Алло?» «Гүлмира, бұл мен». Дауысты бірден таныды. «Арман». Бір сәт үнсіздік. «Қалайсың?» «Жақсы». Шын мәнінде ол жақсы емес еді. «Кездесейік». Бұл жолы Гүлмира бірден жауап бермеді. Ішіндегі күрес әлі тоқтамаған. «Неге?» «Сөйлесу үшін. Соңғы рет болса да». Осы сөз шешімге итермеледі. «Жарайды». Олар бұл жолы ауылда емес, қалада кездесті. Кішкентай кафеде. Гүлмира алғаш рет қалаға арнайы келді. Айна алдында ұзақ дайындалды. Жүрегі мазасыз. Арман оны көргенде бір сәт үнсіз қалды. «Сен тіпті басқа адам сияқтысың», деді жай ғана. Гүлмира көзін төмен түсірді. «Мен сені ойлауды тоқтата алмадым», деді Арман тура. «Мен де...» деп айтып қоя, жаздап тоқтап қалды. Арман сөзін жалғастырды. «Менің өмірімде бәрі бар. Ақша, үй, отбасы. Бірақ жан тыныштығы жоқ. Ал мен тыныш өмір сүріп жүрмін», деді Гүлмира баяу. «Жоқ, сен тек өмір сүріп жүрсің. Бірақ өмірдің өзін сезінбей». Бұл сөз жүрекке дәл тиді. Гүлмира үнсіз қалды. Бір сәттен кейін Арман ең басты сөзін айтты. «Мен сенімен бірге болғым келеді». Гүлмира көзін жұмды. «Бірақ бір шарт бар». Ол басын көтерді. «Бұл қарым-қатынас ашық болмайды». Бөлме тарда ауыр тыныштыққа толды. «Яғни, мен жасырын боламын ба?» «Иә, бірақ мен сені қамтамасыз етемін. Қамқор боламын. Жалғыз қалдырмаймын». «Ал сенің әйелің?» «Ол бөлек өмір. Біз тек сырт көз үшін бірге тұрмыз». Гүлмира күліп жіберді. Бірақ бұл күлкіде қуаныш жоқ еді. «Мен өмір бойы ешкімге керек болмадым. Енді біреуге керек болу үшін жасырын болуым керек пе?» Арман үндемеді. Ұзақ үнсіздіктен кейін Гүлмира жай ғана сұрады. «Егер мен келіспесем?» «Онда мен сені мазаламаймын.
бірақ ұмыта алмаймын. Осы сөз бәрін өзгертті. Гүлмираның көз алдына өз өмірі елестеді. Бос үй, тыныш кештер, ешкім күтпейтін күндер. Сосын арманмен өткен аз ғана уақыт. Әңгіме, күлкі, жылулық. Ол алғаш рет таңдау алдында тұрды. Жарайды, деді ақырын. Арман сенбей қалғандай қарады. Не дедің? Мен келісемін. Осы сәтте Гүлмира өз өмірін өзгерткенін сезді. Бірақ бұл өзгерістің бағасы қандай болатынын әлі түсінбеген еді. Бір аптадан кейін Арман бәрін ұйымдастырды. Қаладан пәтер, жаңа жиһаз, жаңа өмір. Бұл енді сенің үйің, деді ол кілтті беріп. Гүлмира кілтті қолына алды. Бірақ ішінде қуанышпен қатар бір белгісіз қорқыныш бар еді. Сол кеште ол жаңа пәтерде жалғыз отырды. Терезеден қала шамдары жанып тұр. Әдемі, бірақ бір түрлі суық. Телефон шырылдады. Арман: Мен тек түнде келе аламын, деді. Осы сөз бәрін орнына қойды. Гүлмира көзін жұмды. Енді ол түсінді. Бұл махаббат емес, бұл келісім. Және ол енді біреудің жасырын әйелі. Жаңа пәтер, жаңа өмір, бірақ жаңа бақыт емес. Алғашқы күндері Гүлмира өзін басқа әлемге түскендей сезінді. Кең, жарық бөлмелер, жаңа жиһаз, терезеден көрінетін түнгі қала. Бәрі әдемі, бірақ бос. Күндіз бұл үйде тек ол ғана болатын. Таңертең оянады, ас үйге барып шай қояды. Үй іші тап-таза, бірақ тіршілік жоқ. Ешкім сөйлеспейді, ешкім күтпейді, телефон да үндемейді. Себебі Арман тек кешке, кейде түнде ғана хабарласатын. Бірінші аптада Гүлмира бұған мән бермеді. Жұмысы бар шығар деп ойлады. Екінші аптада күту басталды. Сағатқа қарау, телефонды қолынан тастамау, хабар күту. Бір күні кешкі 9 болды, 10 болды, 11. Телефон жоқ. Гүлмира терезе алдында тұрды. Қала шамдары жарқырап тұр. Көліктер өтіп жатыр. Біреулер асығып барады, біреулер күліп келеді. Ал ол күтіп тұр. Түн ортасында ғана телефон шырылдады. Кешір, босай алмадым, деді Арман қысқа ғана. Жарайды, ертең келем. Телефон өшті. Гүлмира ұзақ тұрды, қараңғы бөлмеде. Осы сәтте ол бір нәрсені анық сезді. Ол ешкімнің бірінші орында емес. Келесі күні Арман келді. Қолында сыйлық, жылы сөздер. Сені сағындым. Гүлмира жымиған болды, бірақ ішінде бір нәрсе өзгеріп кеткен еді. Сен мені тек бос уақытында ғана есіме аласың ба? Деп сұрады кенеттен. Арман тоқтап қалды. Олай деме. Онда қалай? Мен күндіз кіммін сен үшін? Жауап жоқ. Тек үнсіздік. Күндер өте берді. Гүлмира бұл өмірдің тәртібін түсінді. Таң жалғыздық. Күн күтумен өтеді. Түн қысқа ғана бақыт. Бірақ сол бақытта толық емес. Бір күні бәрі өзгерді. Гүлмира қалада дүкенге шыққан. Көшеде адамдар көп. Ол жай ғана жүріп келе жатты. Кенет көзі бір көрініске түсті. Жолдың арғы бетінде Арман. Жалғыз емес, қасында бір әйел бар. Жақсы киінген, өзін сенімді ұстайды. Екеуі қатар жүріп келеді. Әңгімелесіп, күліп бара жатыр. Гүлмира қатып қалды. Жүрегі шым ете түсті. Бұл оның әйелі екенін бірден түсінді. Арман оны байқамады, ал Гүлмира бәрін көрді. Оның қалай күлетінін, қалай еркін сөйлейтінін, қалай бақытты көрінетінін. Сол сәтте Гүлмираның ішіндегі бір нәрсе сынып кеткендей болды. Үйге келгенде ол ұзақ отырды, телефонға қарады. Арман жазды. Бүгін кешке барам. Гүлмира экранға қарап тұрды. Сосын жай ғана жауап жазды. Келме. Бірінші рет. Бірнеше минуттан кейін телефон соқты. Не болды? Деді Арман. Бүгін сені көрдім. Үнсіздік. Қайда? Көшеде, әйеліммен бірге. Арман терең дем алды. Жоқ, енді түсіндім. Гүлмираның дауысы тымыш, бірақ қатты еді. Мен сенің өмірінде жоқ адаммын. Олай емес. Олай. Тағы үнсіздік. Сол түні Арман келмеді. Ал Гүлмира алғаш рет жыламады. Тек бір нүктеге қарап ұзақ отырды. Ішінде бір сезім анық болды. Бұл өмір оны бақытты етпейді. Бірақ ол әлі кетпеді. Себебі жүрек әлі босатпаған еді. Сол күннен кейін бәрі бұрынғыдай болмады. Гүлмира енді үнсіз күтіп отыратын әйел емес еді.
ішінде бір нәрсе оянды. Жылдар бойы жиналған өкпе ме, әлде кеш келген намыс па, өзі де түсінбеді. Бірақ бір нәрсе анық. Ол енді көлеңкеде өмір сүргісі келмеді. Арман 3 күннен кейін ғана келді. Есікті ашқанда Гүлмира бұрынғыдай жымиып қарсы алмады. Кек шетке ығысып, үнсіз кіргізді. Сағындым, деді Арман жақындап. Гүлмира артқа шегінді. Маған сөйлесу керек. Даусы салқын. Арман бірден түсінді. Бұл жолы бәрі басқаша. Екеуі дастархан басына отырды, бірақ бұл жолы шай да ішілмеді. Мен бұлай жалғастыра алмаймын, деді Гүлмира тура қарап. Арман қабағын түйді. Нені айтып тұрсың? Мен сенің жасырын әйелің болғың келмейді. Бөлмеші тып-тыныш болып кетті. Біз бәрін алдын ала сөйлестік қой, деді Арман сабырмен. Иә, бірақ мен ол кезде бәрін түсінбедім. Ал қазір түсіндің бе? Иә, мен бұл жерде жоқ адаммын. Арман орнынан тұрды. Сен асыр айтып отырсың? Жоқ, мен шындықты айтып отырмын. Гүлмираның көзіне жас келмеді. Бұл жолы ол жыламай тұрды. Маған нақты жауап керек, деді ол. Қандай? Мен сенің өмірінде кіммін? Арман үнсіз қалды. Бұл сұраққа дайын емес еді. Сен маған қымбатсың. Бұл жауап емес. Онда не естің келеді? Гүлмира бір сәт тоқтады. Сосын ең ауыр сөзді айтты. Мені ресми түрде мойындайсың ба? Арман бірден жауап берді. Жоқ. Осы бір сөз бәрін қиратты. Түсін, менің отбасым бар, балаларым бар. Мен бәрін тастай алмаймын, деді ол ашулана бастап. Ал мені тастау оңай ма? Сен бәрін қиындатып жібердің. Мен бе, әлде шындық па? Дауыстар көтерілді. Алғаш рет. Сол сәтте телефон шырылдады. Арманның телефоны. Экранда жаным. Гүлмира көзін тайдырмады. Аш, деді жай ғана. Арман жауап бермеді. Телефонды өшіріп тастады. Неге ашпайсың? Қазір уақыт емес. Жоқ, дәл қазір уақыты. Гүлмира орнынан тұрды. Мен бәрін түсіндім. Сен үшін мен тек уақытша тыныштықпын. Арман ашуланып кетті. Жетер, егер ұнамаса, кете бер. Бұл сөзді өзі де байқамай айтып қалды. Гүлме бірден суып кеткендей болды. Гүлмира ұзақ үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана басын изеді. Жақсы. Ол жатын бөлмеге кірді. Шкафты ашты. Заттарын жинай бастады. Қолдары дірілдеген жоқ. Көзінде жас жоқ. Бірақ ішінде бір өмір жабылып жатқандай еді. Арман артынан кірді. Не істеп жатырсың? Кетіп жатырмын. Сен шынымен бе? Иә. Сонда бәрін осылай бітіресің бе? Гүлмира тоқтады. Оған бұрылып қарады. Жоқ, мен тек өзімді қайтарамын. Ол есікке қарай жүрді. Қолында сөмке. Жүрегі ауыр. Бірақ біртүрлі жеңіл. Есікті ашқанда Арман соңғы рет айтты. Тоқта. Гүлмира тоқтамады. Есікті жауып шықты. Сыртта түн, салқын ауа. Бірақ ол терең дем алды. 50 жыл бойы алғаш рет. Ол біреудің емес, өз өмірін таңдады. Түн, қала шамдары, жалғыз әйел, қолында бір сөмке. Гүлмира подъезден шыққанда бір сәт тоқтап қалды. Қайда барарын өзі де нақты білмеді. Бірақ бір нәрсе анық еді. Ол енді артқа қайтпайды. Алғашқы түні ол ескі танысының үйіне түнеп шықты. Ұйықтай алмады. Бірақ бұл жолы жалғыздықтан емес. Керісінше, ішіндегі босап қалған сезімнен. Ол терезеге қарап отырып, өз-өзіне сұрақ қойды. Мен не жоғалттым? Жауап баяу келді. Жасырын өмір. Жалған жылулық. Біреуге тәуелділік. Сосын тағы бір сұрақ. Мен не таптым? Бұл жолы жауап анық болды. Өзін. Келесі күндер оңай болған жоқ. Гүлмира қайтадан ауылға оралды. Баяғы үй, баяғы тыныштық. Бірақ бұл жолы ол басқа адам еді. Енді бұл тыныштық оны қыспады. Керісінше ойландырды. Ауыл адамдар бұрынғыдай сөз айта бастады. Қалаға барып келдің бе? Біреумен жүріп келді дейді. Жасында ақыл жоқ екен. Бұрын бұл сөздер оны сындыратын. Ал қазір тек тыңдап, үндемей өте шығатын болды. Себебі ол енді бір нәрсені түсінді. Адамдар әрқашан сөйлейді. Ал өмір сенің таңдауың. Бір күні кешке телефон шырылдады. Арман. Гүлмира экранға ұзақ қарады. Жауап бермеді. Телефон тағы соқты. Тағы. Сосын тоқтады. Сол сәтте ол терең дем алды. Жүрегі ауырмады. Сағыну да жоқ. Тек тыныштық. Күндер өте берді. Гүлмира өз өмірін қайта құра бастады.
Ауылдағы балаларға сабақ бере бастады, көршілерге көмектесті, өзіне уақыт бөлді. Бір күні айнаға қарап тұрып күліп жіберді. Шынайы, жасандылықсыз. Көктем келді, ауа жылыды. Бір күні ауылға жаңадан келді. Мұғалім. Жасы шамалас, қарапайым, сабырлы. Олар алғаш рет мектеп ауласында кездесті. Қысқа ғана амандасу. Бірақ бұл жолы Гүлмира асықпады. Жүрегі де, ойы да тыныш еді. Сол кеште ол үйіне келіп, самаурынға шай қойды. Керез алдында отырып ұзақ ойланды. Өмірін есіне алды. Өткен жылдар, жоғалған махаббат, жасырын өмір, қиын шешім. Сосын жай ғана сыбырлады. Кеш болса да, мен тырыстандадым. Гүлмира бұл жолы жалғыз еді, бірақ бұрынғыдай емес. Енді ол біреудің көлеңкесі емес, біреудің құпиясы емес, біреудің екінші адам емес. Өз өмірінің басты кейіпкері еді. 50 жыл жалғыз өткен өмір. Бір қате таңдау арқылы сыналса да, соңында ол әйел өзін жоғалтпай қайта тапты. Кейде кеш келген махаббат емес, кеш келген ақыл адамды құтқарады.